Баршаларыңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге мен Еркеназ. Бүгін осындай біраздан тұратын круассан жасап үйренетін боламыз. Ең алдымен бізге осындай дүкеннен сатып алынған арнайы қамыр керек болады. Қамырды алып жайып алатын боламыз. Мінекей осылай жайып алғаннан кейін видеода көрсетілгендей үш бұрыштарға кесетін боламыз. Одан кейін осылай орайтын боламыз. Сіздер қалаған начинкаларыңызды қоссаңыздар болады, немесе пісіп шыққаннан кейін одан кейін салсаңыздар да болады. Мен ешқандай начинканы қосқан жоқпын, бірақ та круассан пісіп шыққаннан кейін ғана салдым. Сіздер варенка, джем, басқа да нәрселерді салсаңыздар да болады. Мінекей бізде осындай круассандар пайда болды. Өте кішкентай және де өте нәзік болып шығады. Енді оны пергамент төселген ыдысқа салатын боламыз, және де оны целлофанмен жауып, жылы жерге қойып қоятын боламыз. Ол бізде кішкене көтерілу керек. Енді оған біз жұмыртқаның сарысын жағатын боламыз. Мінекей осындай кесочканың көмегімен жақтым. Бәріне жағып болғаннан кейін оны пісіретін боламыз. Мінекей бізде осылай болып пісіп шықты. Өте нәзік, өте дәмді болып шығады. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Отбасыларыңызға ұнайды деген сенімдемін. Баршаларыңызға ас болсын.